Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ғабеке Official арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз тағы бір маңызды тақырыпты қарастырамыз. Пайғамбарларға иман келтірудің мәні қандай? Олар бізге не үйретеді? Егер бұл тақырып қызық болса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Алдымен пайғамбарларға иман келтіру нені білдіретініне тоқталайық. Бұл әр пайғамбардың Алланың шынайы елшісі екеніне сену, және олардың жеткізген хабарына толықтай илану деген сөз. Әр пайғамбар өзінің қауымына тура жол көрсетіп, адамзатты қараңғылықтан жарыққа шығару үшін жіберілді. Біз, мұсылмандар, барлық пайғамбарларға бірдей сенеміз. Бұл біздің дініміздің негізі, себебі пайғамбарлар жеткізген ақиқаттар арқылы біз Алланың үкімдерін білеміз. Олардың ілімі бізге дүние мен ақырет өмірінің мәнін түсіндіреді. Пайғамбарларға иман келтіру адамды рухани тұрғыда байытады. Бұл сенім арқылы біз дұрыс пен бұрысты ажыратуды, әділетті болуды үйренеміз. Мысалы, Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәлем пайғамбарымыздың әділдігі, Ибрахим алейхиссәләм пайғамбардың тәуекелі, Мұса алейхиссәләм пайғамбардың батылдығы бәрі бізге үлгі. Олардың өмірлері бізді рухани кемелдікке жетелеп, Аллаға жақындатады. Әр пайғамбар өзінің өмірімен де, сөздерімен де бізге дұрыс өмір сүрудің жолын көрсетті. Осыған сену иманның маңызды бір бөлігі. Пайғамбарларға иман келтіру арқылы адам өз болмысын жақсартады, өмірдің мәнін түсінеді. Бұл сенім адамды жақсылыққа жетелеп, рухани көтерілуге ықпал етеді. Қорыта айтқанда, пайғамбарларға иман келтіру, рухани бағыт алып, өзімізді жақсылыққа тәрбиелеудің бір жолы. Олар бізге дұрыс пен бұрысты, әділдік пен мейірімділікті, адалдық пен сабырлылықты үйретті. Бұл тақырып сізге ұнаса, арнаға жазылып, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осындай мазмұнды тақырыптарды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.